Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін алатау салатын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырамыз, және құрбыларымызбен бөлісуді де ұмытпаймыз. Алдымен салатымызға керекті азық-түліктерімізді дайындап аламыз. Біздің салатымызға керекті охотничий сосиски. Бұл салаттың ерекшелігі осында. Сосискімізді жалпақ етіп, орташа қалыңдықта турап аламыз. Келесі сырымызды по диагонали бөліп аламыз. Жалпақтап тураймыз, сол кезде бізде 3 бұрышты пішіндер пайда болады. Чечил сырымыздың да 7-8 талын алып, осылай тураймыз. 10-12 штук корнишонымызды қосамыз. Қызанақтарымызды да 3 бұрышты пішінде турап саламыз. Негізі черри қызанақтарын қоссаңыздар тіпті әдемі болады. Менде болмаған соң қызанақтарды турап салдым. Келесі салат жапырақтарын орташа көлемде турап саламыз. Чечил сырын осылай жіңішке волокналарға бөліп аламыз. Бұл кейін бетіне қойғанға керек болады. Міне біз барлығын ыдысымызға салып алдық. Енді үстіне майонез қосамыз. Қолымызбен мұқият араластырамыз. Дәмін көріңіздер, тұзы аздау болса, аздап тұз қосып жібереміз. Тұзды көп қоспаймыз, өйткені біздің корнишонымыз тұзды. Енді салатымызды тарелкамызға әдемілеп саламыз. Салатымыздың үстіне дайындап алған чечил сырымызды қоямыз. Бұл таудың төбесінде тұрған қар сияқты болып тұру керек қой. Міне біздің салатымыз дайын болды. Өте жылдам әрі оңай дайындалады. Мерекелік дастарханға өте керемет сән беріп тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдыда әлі де әртүрлі рецепттермен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Менімен бірге болыңыздар.